Бургерге ұқсайтын өте дәмді нон кебаб дайындайтын боламыз. Өте жеңіл дайындалады және де қолжетімді заттардан жасалынады. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 мл жылы сүт, 150 мл жылы су, 1 ас қасық ашытқы, 2 ас қасық қант қосамыз. Және де 1 шай қасық толтырып тұз салып, осы заттардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқаның ақ уызын қосатын боламыз. Сары уызы бізге соңында қажет болады. Және де 60 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Осылай заттардың барлығын араластырып алғаннан кейін 650-700 грамм мөлшеріндегі ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп қосатын боламыз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ және де арасы әдемі пісетін болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағат көлемі немесе 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Осылай целлофанмен жауып, бетін сүлгімен жауып қоямыз. Одан кейін ішіндегі салмасы үшін еттің жұмсақ жерін алып, турап, пиязбен бірге қуырып аламыз. Сұйық майда қуыратын боламыз. Егер етіңіз тұздалған болса, тұз салмай қоюға болады. Тұздалмаған болса, мөлшерлеп тұз саласыздар. Одан кейін жарты шай қасық паприка қосып, қара бұрыш қосып, біраз қуырылғаннан кейін кішкене су құйып, осылай етімізді отын баяулатып піскенін күтетін боламыз. Енді кезекте қамырымыз осылай көтеріледі. Көтерілген қамырды бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Менде 8 бөлік шықты. Үлкен қып жасайтын боламыз. Осылай домалақтап, арнайы противеньге салып, тағы да бір жарты сағат көлемінде әбден көтерілгенін күтетін боламыз. Бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 Цельсий градуста 30-35 минутта пісіретін боламыз. Бағанағы алып қалған сары уызымызды бетіне жағып, әдемлеп, толықтай жағып шығамыз бетіне. Және де кунжут себетін боламыз. Енді салмасы үшін жаңағы еттен бөлек осындай пиязды дөңгелек етіп турап алып, 50 мл су құйып, кішкене 10 минутқа қоямыз. Одан кейін суын төгіп тастап, үстіне тұз, қара бұрыш сеуіп, ас көк, яғни укропты қосуға болады. Паприка сеуіп, әдемілеп, жақсылап, жаңағы дәмдеуіштеріміз сіңгенше араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды, жаңағы нанымызды кем дегенде 1 сағат көлемінде, немесе 45 минут көлемінде суытатын боламыз. Өйткені іші жаңағы ыстық күйінде кесуге ыңғайсыз болады. Суытып алғаннан кейін толық кеспейміз, осылай бір жақ шетін ғана кесеміз. Бір жақ шетін қалтырамыз және де салат жапырағын үстіне пісіп шыққан етімізді саламыз және де дайындап алған пияз қосылған салмамызды саламыз. Өте дәмді болып шығады және де үлкен адамдарға бургерден қарағанда осы тағам көбірек ұнайды.
Ал енді майонезбен, кетчуппен жақсы көрсеңіз, онда осылай жағып жасауға да болады. Өте дәмді, ерекше. Және де ас ретінде де ұсынуға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.